Қараңыздаршы, міне соссаң да созылмайды и бір келкі болып несін сақтап тұрады. И былай мышсаңыздар да қайтып жайына келеді. Мен былай көрсетейін. Бүктеп тастасаңыздар да қайтып орнына келе салады. Вот, міне созылмайды да, беш бармақта да қамыр күшті болып түседі, езілмейді, әдемі болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгін сіздермен универсал қамырдың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол қамырдың ерекшелігі жылтырап, езілмейді. Манта болсын, беш бармақ болсын, кеспе болсын, барлығына бірдей қолдана бересіздер. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, 2 шай қасық тұз. Мен негізі қамырдың тұзын көбірек салғанда жақсы көремін, өйткені суға салсаң да езілмейді, күшті болып шығады. Бұның үстінен суымызды құямыз. Енді әркім әртүрлі, мысалы біреу 1 зуала илер, мысалы біреу 2 зуала илер. Әркім қалауы. Егер 1 зуала илейтін болсаңыздар, 200 мл су жеткілікті. Мен 2 зуалаға илеймін қазір. Менде 500 мл су. Енді бұның үстінен 1 ас қасық сұйық май құямын. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзы еру керек. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның нақты мөлшері жоқ. Шілей қатты емес, шілей жұмсақ емес. Кішкене қаттылау қылып илейміз қамырды. Шілей жұмсақ та болмау керек, шілей қатты да болмау керек. Орташа алып айтқанда. Жайылуға да ыңғайлы. Негізі ұнды басында салған кезде кішкене көбірек сала беру керек, өйткені азырақ салып қойсаң жұмсарып кетеді қамыр. Мен енді бір қолмен видео түсіріп, бір қолмен жасап жатқаннан кейін кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Түсіністікпен қарайсыздар деп үміттенемін. Қамырымызды еліп болдық. Енді бөлме температурасында енді қамырымызды тағы бір рет қайтарып жібереміз осылай. Жып-жылтыр болып шығады қамырларымыз. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Енді осыны 2-ге бөліп қамырымызды жаямыз. Алдымен қолмен қамырымызды үлкейтіп аламыз. Қамырды жайғанда оқтауды қақ ортасына қойыңыздар. Тек 2 шетін ғана басып отыру керек. Сода қамырларыңыз дөңгеленіп әдемі болып шығады. Қамырымызды кішкене үлкейтіп алдық. Егер енді қамыр жай бастағандар болса, осылай ортаға 2 шетін ортаға қойып, осылай жайсаңыздар тиімдірек болады. Көлемі біраз үлкейгенше осылай ортасына қайырып жая бересіздер.
көбегі үлкейіп келе жатыр. Отыр, Жасмин. Міне қамырымыздың тілемі үлкейді. Енді осы дөңгелек күйінше жаямыз. Осылай жая бересіздер. Тек екі шетін басып отыру керек, салмақ салмай. Сеуіп жібереміз. Енді жаңағыдай жаюға кірісеміз. Осылай жалғастыра бересіздер. Теспей, Жасмин, отыр. Отыр, қызым, жүрші. Кішкене сеуіп жібереміз. Енді дөңгелек күйінше жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа да емес. Орташа қылып қамыр етеміз, кішкене жұқартып. Қаш, Жасмин, отыршы. Маған негізі осылай жайған ыңғайлы. Қамыр да біркетті болып шығады. Ана куклаңды да әкел, екеуін де әкел. Жерге қой. Вот міне. Қараңыздаршы, қандай әдемі домалақ болып жайылды.